Қарлы таудың қасқыры. Әңгіме. Авторы Бейқұмар Кәмәлашұлы. Үйісті көз алдына ойнақтап тұрған ақбоз сәйгүл елестейді. 3 күннен кейін аламан бәйге. Ешкімнің ала жібін аттап көргенім жоқ. Сат дегенде сатпап ем, шоқ жоқ дер сұр қиялар деп күбірледі ол. Оң жақта таяғын таянып отырған ақсақалды әкесі. Қайтесің балам? Құс қашады, ат өледі, тағы да құлын туар деп баласын жұбатпақ болды. Баласы болса, ондай құлын қайдан тусын? Бір жылдағы 7 бәйгеде де желге де жеткізбей келді емес пе жануарым-ай? Қайтейін-ау деп күңіренді. Долда күйіктене далаға шықты. Сәйгүлінің терісін көріп, қайтадан алай-дүлей қайғыға бата жөнелді. Сәлден соң қарлы тауға қарады да, тау еш нәрсені сен білмегендей мүлгіп тұр. Долданың екі көзі тау бөктеріндегі түйе қорымға түсті де, долда, қанша жасырсаң да сен қорымнан қасқырды тауып, қанын ішпей қоймаспын. Үйге кіргенде долда дайындық жасай бастады. Төсектегі қария: «Хей балам, менен көп нәрсе көрген жоқсың. Қасқырмен ойнама, ойлап істе. Қасқыр адамдай ақылды, сауысқандай сақ, жыландай кекшіл келеді. Қасқырдан кек алам деп жүріп, өзіңе, ауылыңа залалың тимесін» деп басып айтты. Үйдің біргесінде ақбоз атты жарғызып, даладағы бір итке басындырып отырамыз ба? Сазайын тарттырып, атымның кегін алмай қоймаймын деген долда біраз уақыт өткеннен кейін қорымға қарай атып тебініп жөнелді. Күнеңке батуға таянған сәтте арада көп уақыт өтті. Үйге қапқа салған бір нәрселері бар долда кіріп келді. Өңі сұсты, ол әйеліне тебіне: «Алдағы асыңды ошақтан түсір, даладан ағаштың қу түбірін әкел, отты қыздыр, әкелерің танытайын қаншердің ұрығын осылай құртып» деді. Ақбоз кегін алу керек деп өзімен өзі сөйлесіп жүр. Қапта қыңсылаған дауыстар шығады. Күйеуінің оғаш қылығына таңырқаған әйелі: «Бас үйткелі жүрсің бе? Бұл қайткенің? Астыға түсір дейсің, қорымда сені бір нәрсе соғып кеткен бе?» деп баж ете қалды. «Әй сен қатын, түсір деген соң түсір, әйтпесе өзім түсірем, сонан соң түсінесің, миғұла» деп долда әйеліне одан бетер қоңқайлай бастады. «Астың қасиет атқырын, неңді пісірейін деп жатсың?» деп әйелі ошақтағы қазан жаққа қарай жайғастыра салды. Ағаш отын көсеп-күстемелеп ағаш жаққан долда қанардағы көзі ашылмаған бөлтіріктердің желкесінен қысып ұстап отқа көмпіп өтті. Бөлтіріктің жүні жанып, денесі ісіне келіп, торс етіп жарылды да шыжып жана бастады. Долданың өңі алау қызыл отқа албырай масайрап тұр. Бөлтіріктерді бірінен соң бірін отқа лақтырып өртеп өлтірді. Алғашқы бөлтіріктерді өлтіргенде-ақ байқа долда, жамандыққа жақсылық деген, жамандықты жамандықпен жеңбейсің деп әкесі үйден шықты. Әйелі: «Ата, мынау жынданған екен» деп үйден қаша жөнелген. Бөлтіріктердің өртенген енесінің күлін төгіп оралған долдаға әкесі: «Әй қу жалғыз, атаңның басы атта қалған жоқ қой. Міне, селкілдеп 80-ге келіп отырмыз. Қасқырда болса киесі күшті, сенер серігің, сүйенер туысың жоқ. Бір тай үшін неге қиянатқа бардың? Қасқырды өлтірген иесімен табады деген, табады да кектенген ол не болса да шабады» деп күрсінді. Таң ата ауыл маңы азан-қазан у-шу. Ауылдың алдыңғы жағындағы қозылар қой жемтігіне тойған қасқыр, тамақтанбаған, құйрығы жолынбаған қой некен саяқ. Шошынып қойлар безіп кеткен ауыл адамдары ақбоздың өлімін ауылға пәле келді-ау деп долданған долдадан болды. Ауыл малсыз қалды-ау деп күбірлесті. Ал долда болса: «Келер жазғы тұрым қасқыр күшіктеген кезде тағы да сазайын берем, қойлардың құнын өтеп берем» деп өршелене түсті. Жазғы тұрым желеміп бет түрлейді. Қасқыр апанына таянған шақта долда қасындағы ауылдасына: «Мылтықты сен алып, сақ отыр, қауіптенсе айқайлап саған дауыс берем» деді. Долда үйреншікті жолмен қасқыр бөлтіріктерінің апанына, қорым басымен апанға қарай жылжып келе жатыр. Күтпеген жерден оның көзіне
күр етіп арс етіп айырлан қасқыр ұмтылды. Қорқып кеткен долда «Жандос!» деп айқай қылып үлгерді. Құлап барады. Құлағына тарс еткен мылтық даусынан ғана естілді де естен танып құлады. Бір мезетте өзіне келген долда жан-жағына қарап «Жандос, Жандос, қасқыр мен бөлтіріктері қайда?» деп аласұрды. Жандос болса «Саспаңыз, қасқыр мұнда, бөлтіріктер апанда» деді. Оқ тиген көкжал қасқырды көргенде долда бір желпініп алды. Ол сөзін жалғай «Жандос, мен жата тұрайын, сен сұмның тұқымын құрт. Ана шикі өкпе бөлтіріктерді жеткізбей құрту керек, әйтпесе талай ақбоздардың соры болады. Апанға түтін салып ауыр-ауыр таспен апанның аузын бекітіп таста. Соң қайда барар дейсің? Былтырғы отқа өртенсе, биылғысы түтінге тұншықтырылып, ұрқы үзілмей қайтер екен. Ауылдасы «Долдеке, қызық екенсіз ғой. Мына қарлы ауылда қасқыр көп емес пе? Қаншасын құртамыз бұлай?» деді. Ауылдас «Қақым бар. Жандос бар да көзін құрт». Ауылдасы апанның аузын бекітіп келді. Долданың ауруы күннен күнге күшейе түсті. Бақсы балгерлер қасқырдан болған. Қасқырдың тісі тиген жер оңайға жазылмайды десті. Ыстығы көбейген долда үнемі түнде шошынып оянып «Әні қасқыр, міне қасқыр» деп арпалысатын болды. Кейде сандырақтай ұмтылып төрделініп тұрған көкжал терісіне тап беретінді шығарды. Ел етекке еңкейе долда есінен ауысып меңіреу боп қалды. Далаға шықса итті қуып айқай салатын болды. Соңы. Оқыған Дүйсен Гүлдана.